Не үшін, қандай мақсат істеп отқандарыңызды мен түсінбеймін. Сот айтады, бізде жоқ дейді. Жауап берді письменно. Жауап бермейміз. Не үшін өтірік мынау? Өтірік деп отыр. Шығыс саны жоқ қой мынандай саны. Мен болмауым керек. Құрметті Дархан Амангелдіұлы, Темірбек Бейірбек, заңгер осы ауылдың ана жерде 58 құбыр ашылды, ана жерде су берілді, бәрі жақсы интернетте. Бірақ мына жерде шынын айтайын, екі ауылда, Теке ауылында және Сұлтанбек Қожанов ауылында осындай масқара жағдай болып отыр. Оны халық тыңдайықшы өтініш. Соттың шешімі бар ғой, Қожанов. Ассалаумағалейкум құрметті мен көрермендерім, сіздермен бірге Абзал Або YouTube каналы, мен каналыма жазылып, пікір жаза отырыңыздар. Бүгін Сауран ауданы орталық Шорнақта облыс әкімі Дархан Сатыбалды халықпен кездесу өткізді, және де Сауран аудан әкімі Ғалымжан мырза халықпен кездесіп біршама мәселелер көтерілді. Мәселенің ішінде мынау ең өзекті болып тұрған мынау Қожанов ауылындағы аткорм дейді ғой көбісі. Су мәселесі көтерілді. Алдағы уақытта шешімін табады деген ойдамыз. Және де Аша елді мекенінде біршама мәселелерді айттық. Мынау бағана дейді ғой, столбылар ескіріп кеткен, 94 жылдары қойылған столбылар құлауға шақ тұр. Оны жеткіздік. Және де тағы да сол Аша елді мекенінде біраз кем-кетіс мәселелер және тас завод бойынша барлығы да айтылды. Видео енді өте ұзақ болғалы тұр. Где-то бір сағаттай ма, сондықтан видеоны тамашалаңыздар. Су ұңғыманың құжаты бар болса, бұл арасында онда жеке адамға Арал Сырдария бар ма? Арал Сырдария жоқ. Егер жекеменшік адамға аудан босатып беріп берген болса, бұл сол аудан әкімінің сотқа бермейді. Ұңғыманың жанынан одан жекеменшікке беруге болмайды. Атқарып жатқан жұмыстың ішінде жер инспекциясына тасталған запроспенен ответ қоса беріңізші десем, ол да жоқ. Негізі оны шешетін жер дауларын шешетін жер инспекциясы. Басқа тағдыр... Жер инспекциясы тиісті мекемелер бар осындай екен. Мен түсініп отырғаным, ұңғыман рұқсатымен жердің рұқсатын беріп тұрмыз. Ұңғыман рұқсаты сізден алады, бұл аралығымен жердің рұқсатын әкімшіліктен алады. Егерде әкімшілік тура бермесе, онда бұлар бұзады, егерде ұңғыман дұрыс бермесе, сіздер бұзасыздар. Солай түсініп отырмыз, солай ма? Қазір болған ситуация жерді жекеменшікке берген, сонан бірге ұңғыма кетіп қалған деп отыр. Солай ма? Ұңғыма өзінше тұр ғой, құжаты ұңғыма сіздерге тиесілі, иә? Ұңғыма араласында. Дәл сол су ұңғымасының құжаты бар ма? Сіздің балансыңызда екен туралы. Несі бар, ол бойынша біздерге бірнеше мемлекеттік органдар запрос жасаған. Ол кісілерде РСВ деген бар, разрешение на спецсуд. Разрешение на что? На спецсуд было. Сіздердің рұқсаттар болсын? Жоқ, аралсыз жарайды. Аралсыз жарайды. Біздің мекемеміз, министерствомыз. Біз сұрақтар кезде оларда РСВ деген қағаздар бар. Кімде бар ол? Получается, жерге жекеменшік иеленген, ал ұңғымаға сіздерден рұқсатын алған. Солай болса ма? Ол ұңғыманың өзінің құжаты бар ма? Сіздер ана құжатын беріңіздер бұл кісілерге. Бар ма? Бізге бұл кісілер біріншіден маған келіп не жазып, обращение. Қараңызшы, мен түсіндіріп өтейін да, су ұңғымасының құжатын Сауран аудан әкімдігі сұратпаған. Қазір сіздер айтып жатырсыздар, біз анау заңдылығын анықтап жатырмыз, комиссия құрып тастағансыздар, иә? Ішінде Арал Сырдария бәрі бар. Бірақ су ұңғыманың құжатын мен әлі көрген жоқпын да, делоның ішінде жоқ. Егер су ұңғыманың құжаты бар болатын болса, ол қалай пайдалануға беріледі, сол бойынша ережелер бар ма астында? Мынандай жағдайда жеке меншік пайдалануға беріледі. Мынандай жағдайда берілмейді деп. 2022 жылға дейін бұл кісілер пайдаланып келген ол жерді. Мына кісілерге қаржы төлеп келгенде арендаға алған үшін.
ал отырып құжаттардың біреуін көріп мынаның делоның ішінде жоқ. Қандай жағдайда ол жекеменшік адамға өтіп кетті? Бұл бірінші, иә. Екінші, мына жанындағы жер ұңғыманың айналасы әрде болу керек қой. Бұл ұңғыманың қандай жағдайда қанша метрден ары қарай беріледі жер ұңғыманың айналасына? Санитарный разрывтар. Қазақша айтсаңызшы. Дұрыс қой, санитарлық алмады. Бұл әртүрлі болады, 50 метрден басталып 25 метр. Енді оны қарау керек, зерттеп тексеру керек. Сіздер айтып отыр ғой, маған жазыңыздар келіп. Жер асты қазбалары бар, жер асты. Заң бар, закон о недропользовании. Сол жерде көрсетілген жер асты қазбалары, байлықтары. Сол жерде болса, мысалы, ұңғыманы көрсетілсе, 50 метрден ары қарай периметрде жер берілмейді өкімет тарапынан. Мен түсіндім. Қазір мына енді әкім шешімі заңсыз дұрыс берілмеген заңсыз дұрыс берілмеген деп. Ондай болса әкім шешімі мынау ұңғыма тұрса, ұңғымадан алып беру керек деп басталады. Солай ғой, иә? Енді кім бұл жерде инспекция сіздер енді актыны әкім шешім бұзуға бере аласыздар ма? Заң маңызды болса береміз. Бұл мәселе бойынша зерделеу жұмыстарын жүргізіп, соңғы топтың аясында да жазылған 2001 жылы жер қойнауын пайдалану операциясын жүргізуге арналған келісімшарт мемлекеттік ту актісі берілген жеке кәсіпкер Омаров Қазақстан Республикасы энергетика және минералдық ресурстар министрлігіне ұңғыманың жер асты суларын барлауын жүргізуге және өндіруге арналған пайдалы қазба жер асты суы дейді. Омаров қайтыс екен уже. Дұрыс қой. Жаңа сіздер айтып отқан жер учаскесі бірнеше мәрте келісімшарттар өткен. Қазіргі таңда хозяин Таштаев деген кісі соған немен сатып алу арқылы 2018-де өткен. Оған дейін жер учаскесі 2001-де беріліп, мына недраға рұқсат 3 сәуірде берілген. Қай жыл? 2001 жылы. Жер учаскесі 2001 жылы 21 сәуірде берілген. Әкім шешімі 1 гектар деп берілген. Жер учаскесі. Шешім ситуациялық сызбасы қай жерде орналасқан, сол ұңғыманың үстінде орналасқан ба? Су ұңғымасының айналасын қоректендіру, абаттандыру, көгалдандыру жер учаскесі жекеменшік құны берілген. Осы бойынша біз зерделеу жұмыстары құзыреттілік шегімізде жауабын бергенбіз. Бұл бойынша біздің орталық уәкілетті орган жер істері басқару комитеті, олар да жауабын берген. Құрметті Дархан Амангелдіұлы, Темірбек Бейірбек, заңгер осы ауылдың кісілердің тұрғындарының сенімді өкілімін. Мен былтыр сентябрьден бастап, қыркүйек айынан бастап осылардың өкілдіктерін талдау барысында сіздің атыңызға неше рет арызданды, министрліктерге неше рет арызданды, бірақ түпкілікті барлығы Сауран ауданының әкімдігіне келеді. Ол кісі білмеймін не үшін екен әлге дейін шешілмей жатыр. Мынау сыртта 21-ші ғасыр жаңа технология бар, бірақ ауылдың тұрғындары әлі суға зар болып отырды. Интернеттен көріп отырмыз, Түркістан облысының әкімі мына жаққа барды, ана жаққа барды, мына жерде 58 құбыр ашылды, ана жерде су берілді, бәрі жақсы интернетте. Бірақ мына жерде шынын айтайын, екі ауылда, Теке ауылында және Сұлтанбек Қожанов ауылында осындай масқара жағдай болып отыр. Оны аудан әкімі вообще шешіп жатқан жоқ, қарамайды да. Мен айтамын, слышащий государство деген білесіз ба? Білемін дейді. Енді не смеяться деймін. 26 декабрь күні сіз өзіңіз шықтыңыз да осы мына жердегі адамдарға айттыңыз. Мен 10 минут уақытым бар. Қазір Сауран ауданы әкімін тағайындауға бара жатырмын. Не мәселе дедіңіз? Бұл кісілер айтты, бізге суды беріңіздерші еді ұңғыма. Есіңізде болса. Шешіңдер деп энергетика басқармасының бастығына тапсырма бердіңіз. Ол жерде топ құрды, арнайы топ құрды. Бірақ бүгінгі таңға дейін ешқандай вопрос шешілген жоқ. Жай ғана. Енді сіз заңгер болсаңыз өзіңіз түсіну керексіз ғой. Мысалы үшін бұл жерде екі жақ бар. Бұл жақта кәсіпкер, бұл жақта халық тұр. Мен екі жақтамын. Мен заңдылық жағындамын. Мен қазір ол кісіні келіп босат деп қуып шығуға ертең маған су деген ол халықтың несі ғой, байлығы ғой. Ол жерде біз қарадық. Кім ЖКХ қайда? Аудан әкімі. Просто сізге ауыз су біз жөндеп бер деп сіздерге шығарып қой. Ол жерде жоқ, ол кісіге мен сені білдірмеймін ше. Ол кісі сізбен сөйлесем жоқ қой. Ауыз суға біз анау несін қойдық, башнясы бар. Ол жерде бір ақаулар бар екен. Соны тез арада жеткізіп, қосымша керек болса біз мына ұңғымаға байланған біз жоқпыз. Біз басқа жерден су тартып береміз деп келдік. Солай емес па? Ақшам жетпеді дейді. Ақшам жетпеді дейді. Жоқ, біз ақша береміз. Просто неге байланысты ол бюджеттің несіне байланысты шығар мұнда. Бюджеттік процедураға байланысты. Қашан береміз? Ақау актісі бәрі түзілді, сметасы жасалып тұр.
құны 45 миллион теңге облыстық бюджетке ұсынып қойды. Енді Ол бірінші нақтылауда мен осы қаржыны бөліп беремін да, мына ұңғымаға байланысты емес жолмен біз су жеткізіп береміз. Біз солай келістік қой. Енді ұңғыманың несін лабораторияны алыңыздар деді. Біз күнделікті 24 сағат су ішуге бола ма, болмай ма, оны ешкім білмейді екен. Мен сұрасам, бұл білмейді. Ертеңгі ол суды, мысалы мен өзім Келес деген жерде тұрамын. Бер жақта менікі Сарыағаштың, курорт Сарыағаштың ішуге болады да, ар жағында біздің жердеміз ішуге болмайды. Ішкен адам ауру болады. Былай қарасаң, сол ыстық су іштен шығып отыр. Біз соны зерттеңіздер, лабораторияны шығарыңыздар. Күнделікті 24 сағат мына су сияқты ішуге бола ма, болмай ма? Бола ма? Болатын болса, онда бұны да қосып не қылып бересіздер. Қандай проблема? 45 миллион үшін уже конкурс өтіп, біз конкурс жүріп, жатында конкурс өтіп. Болды ғой, енді су деп бас. Міне суды біз былай алып келеміз. Біз қазір мына кісілерден ұңғыманы алып қоямыз дейді ғой, ұзақ процедура, онда құқы бар. Ертең ол Верховный сотқа жылдап соттаса. Бір соттық жер. Халық тыңдайықшы өтініш. Соттың шешімі бар ғой, қожалық бойынша. Сеніп бойынша таныстым білемін. Сеніп бойынша сотта қаралмады. Оны күтейік. Енді не мына айтып ашық не қайда мынау қойды. Мен мына тапсырма беріп айтып суды мен мына соттасып жатқан ол бір бөлек. Екінші жағынан суды әкеп беремін мен халыққа. Халықтың мен жауап беремін. Бір ауыз тыңдайықшы халықтың алдында не айтады екен, не шығады екен? Мен бір ауыз айтайыншы. Мен өткенде сізге де айттым, 2 ай болды деп, қазір 4 ай болды су тасып ішіп отырмын. Ол бұрын біз ана 3 күн жолға шыққанда суымызды атқылатып ағызып берді. Тағы сондай қылып шығамыз ба білмеймін. Ол қолмен жасап отыр. Ана Ақбұлақты ауылға берсе толық жетеді. Ақбұлақты да Моншаға беріп қойған. Анау судың бастықтары солардан ақша алып отыр. 15 мың бірдеңе бір дейді да, ауылға жібермейді. Бәрін мотор қосып, 5 баня алып отыр. Сосын қалай жетеді? Мақұл ескі суды бердік. Барлық баня бөліп Ақбұлақты ауылға беріңіздер. Қандай ақысы бар онды алуға, баняға беріп қоюға. Біз сусыз отырамыз. 15 мың үйімізге кірген су ақпай қалды. 4 аймен шелекпен су тасып отырмын. Кешіргенде беріп отыр, бәрінде бар тексерсін. 15 мен алып отыр дейді, 15-ке мотор қосады, сонда қаяқтан кетеді, беріп біз жаққа жетпейді. Біз беріп шетте тұрамыз. Олар дәл менің судың түбінде тұрады, бәрі мотор қосып отыр. Сосын бізге жетпейді. Оған 15 мен берді ма, ішетін су берсін тек. Ана несіне қосып бермесін ешқандай. Соны тексерсін мына прокуратура сізге дайындайды. Айтамын. Жоқ, асығыс болса кете берсін. Ерлерге айтуға болады екен де басшыларға айтуға болмай ма? Саламатсыздар ма? Саламатсыздар ма? Кешіресіздер, уақыттарыңыз болса. Біз негізі әкімнің халықпен кездесу жиналысына келгенбіз. Оны деп шақырылғанда халыққа қандай есеп береді екен облыс әкімі, соны естігіміз келіп келген. Бұл неден жаңағы жеке қабылдаудан бөлек соны естігіміз келген негізі. Сөйтіп біз 10 жағында келсек уже жиналыс бітіп қойған. Біз ести алмай қалдық, қандай не бердіңіз, есеп бердіңіз, соларды ести алмай қалдық. Біз неге соған келдік? Неге сол әкімдік ақпарат, неге жалған ақпарат береді? Сағат 11-ге деп жазып шақырады. Ал неге 10-нан басталып 10 жағында қалды? Жарты сағаттың ішінде қалай бітіп қойды ол жиналыс? Жаңа айтып жатсыз ғой, аға, ренжімеңіз. Бұл мақұл, сіз үйіңіздесіз, суыңыз үйіңізде артып тұрған шығар, бірақ бұл жерде бүкіл бір ауылдың халқы, бір кәсіпкердің кесірінен деп айтайын мені. Шырылдап отыр қазір. Қанша уақыт болды қазір? Аудан әкімі жұмыс істеп жатқан жоқ емес, аудан әкімі жұмыс істеп жатыр бізбен мені байланысып. Бірақ бұл кісіге жеткізбей жатқандар бар ғой мені. Бұл кісіге біз әкеп бердік, иә? Әкеп бердік мені. Қай нәрсе қаяқтан шыққан, енді не істеу керек? Бұл кісі енді өзі барып оны аламайды ғой, бұл кісінің тапсырған адамдары мысал үшін бұрмалайтын шығар. Сол түбінен тексеріңіз, 2001 жылы бұл жекеменшікке берілмеген ол жер. Арендаға берілген. 2018-де жекеменшікке өтіп кеткен. Негізін айтылады мен, нақтылай. Ол шешілді ғой. Бұл шешілді. Жақсы жаңалық күтеміз. Бәріміз сізге сеніммен. Жеке адам жеке басынан еш нәрсе сұрақ келіп отқан.
қарсылығым жоқ, күнін көрсін. Бірақ біз мына өткенде өзің уәде бердің ғой айналайын балам. Декабрьдің 26-сы күнге қарай мен айтайын. Соқсын, бірақ Ақбұлақтың суын халықтың несін алмасын. Жоқ. Ол өзін ана ұғымас қазып аламын. Содан кейін өзің уәде бердің декабрьдің 26-сына. Біз бардық алдыңа, зорға құлақ түрініп кірдік дұрыс па? Ал енді 10-15 күнде сіздерге мына арман деген не бар дедім, заң. Сол бәрін бітіреді дедім. Ал енді ол анық ұғыманың мемлекеттік болатын болса, мен сіздерге әперемін. Ал ол анық жеке кәсіпкер сатып алған болса, мен қалтамнан әперсемді әперемін деп уәде бергенсің. Міне 10-15 күн емес, бері қара сен ауызға елге түкіріп қайтып тұрса мәкіріп дейді. Оны дұрыс емес сатып алды. Сен жақсы жаманды халықпен сілсем деп келдің. Міне осынша ауылдан атқан адамдар куә. Сен өзің уәде бердің. Бұл енді Ғалымжан оғын енді сайлады. Ғалымжан сайлауға асып кетіп бара жатқасын. Ғаниді шығардың. Сенен бұрынғы Шөкеев деп сірген жоқ. Бірақ Шөкеевке бір рахмет айтатын. Ана Ақсұлманиясы тағы бар бізде. Соған халықтың суына тиме, халық өз күнін көрсін, өзі қазып ал деді. Мен қазып алдым. Ал енді жеке кәсіпкер қалта қалың. Сен өткенде айтқанымызда қалтасы қалың адам күн көре бере ме деп едім, жоқ. Апайлар, мен құда қаласа, мен енді келдім жұмысқа, аудан әкімді сайлап алайын. Содан кейін мен сіздерге сол суды өзім қалтамнан әперсем де әперем деген. Міне 2 ай болды. Біз сенің уәдеңді күтіп жатырмыз. Кеше міне аудан әкімді келді, бері қара, сатып алды. Аудан әкімдіне келді кеше. Кеше қай жүрді? Сатып әперем деді ме қалтамнан? Үйтіп айтқан жоқ қой енді. Айттым, сөйтіп айттым. Халықтың жағынан дедім. Дұрыс. Сөзді бұрып аламын. Ақжаулық киген апайсыз. Қалтамнан сатып әперем. Бойында қалауында бағында болды. Ал енді қазір аралшы басты келеміз. Қаншадан қайдыма 2002-ден бастап. 2002-ден бастап. Бөлме тұра тұрыңыз енді. Жоқ, бөлме десең өтініш. Көке, айтпасын да енді, айтпасын да. Бері қараңыз. Мен сендерді шешуін келдік па, жоқ айтысуға келдік па? Шешуін келдік. Жоқ, шешуін келдік, шешілетін жағын айтып көріп. Сонда сөйттім, сол ұғыманы бақыл мемлекетке болса мен қайтарым дедім. Біз айттық шықпа. Осынша ауылды тұрғындары қалтасынан шығарып, қазылған ұғыма ол дедік. Ол кезде бардың Сеткар Мағай деген директор болатын. Халықтың қалтасынан салынып шығарып, алынған ұғыма дедік. Болды сіздерге мен халық жағынан анық болатын болса, мен сіздерге әперем дедім. Уәде бердім, дұрыс па? Ал енді келіп, кеше бері қара, қоятыр. Ғалымжан айтады, ол енді сіздерге дейді, ол суды дейді, 50-де 50 бөліп берем дейді, міндетті. Дұрыс па Ғалымжан? Ғалымжанға да өкпе жоқ, саған да өкпе жоқ, кеше келдің, бірақ сен айтқан уәдеңді орындауың керек. Сен халықпен біргесің, дұрыс па? Халықтың айтқаны болатын болса, сен орындап отырасың. Халықтың айтқаны болса, сен шайқап салып шығасың. Бізге қанша әкім келіп жатыр, қанша әкім келіп жатыр. Біздің жоқ, бері қара, мен айтып болайын. Жеке кәсіпкердің мүддесі болады, сонда бүкіл жалпы халық арымғата беру керек пе? Біздің ұрпағымыз бар, келешегіміз бар. Не деп отырып аламыздағыны заңға сәйкес сыйынамыз, заңға сыйынамыз дейсіңдер. Содан басқа айтатын жауаптарым жоқ. Неге прокуратураға барсам да соны айтады, анаған барсам да соны айтады. Сонда біз білмейтін тұрғай халық аузымызды ашып көшеде қала беретін жағдайымыз жоқ. Ал енді анық, Дархан, осы су бізге берілмейтін болса, біздің халықтың еншігіне шықпайтын болса, біз Тоқаевқа барамыз. Алдынан бір ауыз өтейік деп жоқ, мен әлі айтып болған жоқпын. Жеке ваня деп жатыр ғой, жеке ваня енді әркім күнін көріп мен қарсылығым жоқ. Бәрі мотор қосады. Кеше Ғалымжанға айттым. Ақтолқын 2 мотор қосады деді, айттық саған. Ақтолқын 2 мотор қосады деді. Ал енді бұл уәдесін берді. Сіздерге 60-60 екеумізге бөліп берем, адам барады деді, міне барған жоқ, беріп тұр. Адам жіберем деді, Тәшбаевты шақырам деді. Шақырдың ба? Не нәтиже шықты? Осындай өтіріктерің бәрі осындай. Біз қалай шырылдамаймыз, қалай айқайламаймыз. Мен айқайлайын деп келген жоқпын, жай сөзбен айтамын деп келген. Мен енді сенде менің балам сияқтысың. Мен де баланың қызметесің. Мен бата шапқым келмейді қызметтегі балаларға. Күнін көрсін, бала шағасын бар. Бірақ халықтың кішкене сөзін сөйлеулерін Сіздермен мен келіскен кезде ортамызды алдап тұрды. Дұрыс па? Мен сізді алдау мүмкін, бірақ алдан алдай алмаймын. Ол жерде біз кездескен кезде 2 жолын айттым мен сіздерге. Бірінші жолы, біздің сол жерде ауыз су бар, сонымен біз бағанағыдай қаржы бөліп, оны біз қамтамасыз ете береміз, бірінші жол. Екінші жол, ол жерде су жетпей қалуы мүмкін деп айтыстыр.
су жетпей қалса, онда мен ана кімді орынбасарымды жіберіп аудан әкіміне айттым. Сол кімнің кәсіпкердің ұңғымасын біз мемлекет мұқтажына сатып алайық дедім. Егер де заңды болса, сіз қалтамнан деп айтып жатсыз ғой маған. Қалтаман деген бөлек. Мен мемлекет мұқтажына сатып алайық деп сондай тапсырма бердім. Дұрыс па? Егер де міне қазір сіздер ол бойынша жауап беріңіз. Бірінші не бойынша жауап бердіңіздер. Су жеткізу бойынша өзіміздің ақбұлақпен жеткізген су бойынша. Ол жерде ақаулар бар, дұрыс па? Солда біз енді оны жөндеп біз жеткіземіз. Дебет жете ме? Жетеді. Дебет жетсе, онымен жеткізіп береміз. Егер де жетпесе, бағана ұңғыманы, егер заңды болса, мына прокурор маған подтверждение берсе. Ұңғыма ақысынікі ғой, ол жеке адамдікі емес. Мен соның көтеп жатқан мәселе. Жоқ, тоқтасаңшы, енді бұл кісі айтып отыр, заңды деп жатыр. Мен оны қайтамай отырмын. Егер де заңды орынды болса, біз оны мемлекет мұқтажға сатып алайық дедім. Мемлекет мұқтажға сатып алайық дедім. Сіз қалтамнан сатып аламын деп айтып отырсыз. Ұңғыма Арал Сырдарияның балансында. Бірақ құжатын көрген жоқ. Өзім сөзім жоқ. Біреулерін түсінесіздер? Мен сізді заңсыз екен жерін түсіндіріп жіберейін, қай жерде заңсыздық болған. Ұңғыма мына кісінің балансында болса, жаңағы жанындағы жер заңсыз шығып кеткен босатты. Мына кісі ұңғыманың егесі. Енді сіз заңгерсіз ғой. Мен заңгер емеспін. Бірақ просто міне біз әкімшілік бірлесіп сотқа берейікші осы. Мен кеше мына Ғалымжан ағай алдырғанда осы нәрсені айтты, просто қаяқтан білесің. Давайте бірге неғып сотқа берейік. Мен қазір оны 40 ұстап не қылсам да ертең мен сотқа беріп қайтып ұтып аламын. Иә, кеше ғана көрдік дарқын сатылды. Амангелді кешірім сұраймын. Бұл үшін емес, жерді берген адам жоқ, Сауран аудан әкімдігін беру керек сотқа. Өйткені босатыны шығарып отқан әкімдік қой. Дұрыс, екеуін де берейік. Жер инспекциясына ұңғыманың егесі жер инспекциясына тексеру бойынша тастаса, жер инспекциясы честно тексеру керек бұл жерде. Қай жерде заң бұзушылық болған туралы ұңғыманың құжаты мен жердің құжатын сол жерде заң бұзушылық бар. Одан кейін жер инспекциясы алаттағына жауапкер қылып Сауран аудан әкімдігімен шықты ма, 19 жыл қай жерден шыққанын білмеймін, босатты қайдан шықты, Кентаудан шықты ма. Сол шыққан босаттыны шығарған мекемелерменен жаңағы жеке кәсіпкердің екеуінің жауапкерлік қойып сотқа өткізу керек. Сол жерде сот анықтап береді анығын. Ұңғыманың егесі қалай қарап отырасыз, ұңғымаңыздың жанынан босатты шығарып беріп жатыр ғой. Бұлар шешім қабылдайды. Мен бір минут айтып жіберейінші. Мен тек ауылынан келдім. Басқа ауылдың мүшесі, басқа ауыл. Осы екі ауыл ғой өзі айқай болып жүрген. Бізде 50 жыл ма 60 жыл болды ғой жылысудың қазылғаны. Сол ауыл іші отыр. Енді кеше осы 1 жыл болды ма? Соған жоқ па? Bir кәсіпкер келді, соған бейіліп қалды. Жаңа бір соттық жерді, жылы су шығып тұрған жерді алып босатын, сөйтетті су мен берейін. Бір соттықты. Міне, қазір бір жылдың уақыты болды. Шығып тұрған су. Бір соттық. 50-60 жыл болған, ауыл ішіп отқан. Мектеп ішіп отыр. Баласы ішіп отыр содан. Аппарат бар ма біздің? Аппаратқа заңдықпен неғып біздің документін көрсетпейді сол адамның документін. Атыңыздың? Шалғар. Шалғар. Шәкерт, біз бұл жерде қоғамдық кеңестің мүшелері де теке ауыл бойынша барлығымен мен айтып өзім хабарлама бердім. Қазір жақын арада соттың шешімі шығады, скважина өкіметке қайтарып жатыр. Теке бойынша мәселе шешілген. Сіз бекер айтып отырсыз, бүкіл халық біледі, сіз инспекция. Түркістан облысының жер ресурстары басқару департаменті дейді да, Түркістан облысының жер ресурстары. Сөйтіп 11 октябрь 2022 жыл Шығыстан осындай сотқа жібердік деп талап арыз жібереді да. Сот айтады, мынандай талап арыз бізде жоқ дейді. Дезинформация өтірік қағаз мынау. Сол үшін инспекция сотқа берген қазір өзі бақылап отыр, қайтарып береді. Өтірік, мына қағаз өтірік шыққан. Жоқ қағаз мынау. Не үшін, қандай мақсат сіз отқандарыңыз мен түсінбеймін. Сот айтады, бізде жоқ дейді. Жауап берді письменно. Жауап бермейміз. Не үшін өтірік мынау қағаз? Өтірік деп отыр. Шығыс саны жоқ қой мынандай саны. Мен бұл мәселе бойынша өзім 14 қазаннан бастап тағайындалдым. Октябрьде жіберген сотқа. Міне прям жазылған фирменный бланк, талап арыз деген міне. Бірақ сот айтады, бізде ондай жоқ дейді. Мен бастығымен кеше күнде сөйлесіп, қашан судебный процесс бітеді. Жақында күте тұрыңыз, февраль соңына дейін. Сотпен сөйлесіз ба? Жоқ, инспекцияның басымен 6 минут. Мұны ғой инспекция, мен сотқа берген, жақында шешіп қалады деп, сол кісі уәдес берді.
ұңғымадан қайтарамыз. результат шықпайды ғой. Өйткені уже заңсыз жекеменшікке беріп жүрген юридический процедураны неправильно оформить еткен, сондықтан ұңғыманы өкіметке қайтарамыз деп. Ақпарат сіздер осы жалпы мынау тек бұл жерде облыс бойынша ұңғымаға біз жанындағы жерде мораторий қойып бола ма? Жер инспекция бола ма олар қойса? негізі бұл шектеу Өйткені бұл жалғыз жер емес, өте көп. иә түсінікті ел заңнамасы бойынша жаңағы егер заңда нақты көзделмесе басқа азаматтардың жер пайдаланушылардың меншік иелерінің құқықтарын шектеуге болмайды дейді да. Бізде бір нақты бір мораторий жарияланып сондай болмаса қалған жағдайда біз Мен тоқтата алмаймын. құқықтарын шектей алмаймыз. Хорошо. Жермен Енді ертең тағы да теке болып жатыр. Мына жақта бір адам келеді деп 5.000 адам шулатады да. Bir adam. Бір адам 5.000. Әже мен былайша айтып отырмын, одан көп қалды. жермен үстіндегі ғимарат үстіндегі мүлік бір-бірінен ажыратылмайды. Енді сол кезде қазіргі заңнама бойынша неше түрлі қағида бар, талаптар бар. Жаңағы қорғау аймағы осындай болсын, қорғау аймағы осындай болсын. Жоқ, мен сізге түсіндіріп айтайын. Оны түсініп отырмыз біз. Иә, қазіргі заңдар бойынша шектеу өте көп қазіргі заңдар бойынша. Мынандайда да Теке ауылы бір ауыл, Теке ауылы. Қожанов ауылы бір ауыл. Екі бөлек та, бірақ бір сотықтан бір адам сатып алған. Қалай деймін да, қалайша? Ол сатып ала береді. Мына жерде бір сотық сатып алды, мына жерде бір сотық сатып алды, мен де егесі. Ауылдың шетінде болса мақұл ғой. Теке бойынша мәселе шешіп көп. Бар ма қағазыңыз бар? Құжат оқып көретін печатьмен бар ма сондай? Ауызбен айта бердім, уже 3 ай болды да. Декабрьде болып жатқан нәрсе бұл. соттың төрағасы бар ма осы жерде? Ал шақырып келдіш. Заңсыз анықталайын. Бізде сотта балдар сұраңдар да. Сіздің бастығыңыз кеше ғана маған айтты. Жақында бітеді болса. Дархан келді ол. Мен мынандай да. Неге осындай жиналыстарда осы мәселелерді талқылау керек? Неге ауданның әкімі кіріспейді өзінше да? Осы кісіге берілді құзырет. Түсініп отырмын. Мен былай тапсырма берген қиын кезде. Ол жерде маған баяндама берген бойынша Ақбұлақ бағдарламасы бойынша 2000 қанша жыл өткізген ол жерде? 2012-де өткізген деді. Сосын зерттеп шығып деді. Мынандай ахуалар бар екен деді. Осылардан тулап қосымша қаржы бөлсеңіз маған деді. 45 миллион ба? 45 миллион теңге зерттеп шықты ма? Документально зерттеп шыққан шығар. Негізі бірақ міне мен құжаттармен келгенмін. Тыңдасаңыздаршы. Ол зерттеу үшін ол біздің баланстан су ғой, оны өзім зерттеу керек. Үймен үй жүріп мен зерттеймін. Енді 45 миллион теңге 45 миллион теңге міне сіздердің суларыңызға арнайы қаржы бөліп отырмыз бағана суды жеткізу бойынша. Олардың айтуы бойынша дебеті жетіп, тазына жұмыс жүргізсе, үймен үй 24 сағат су болады деп отыр. Солай ма? Солай болады деп отыр. Мен айттым, егерде ол су болмаса, бағанағыны сіздер қараңыздар, біз мемлекет мұқтажына мен сатып алып. Қазір менде сіздер мына арнайы бюджеттен жасалған қаржы бөлініп жасалған су болса, мына жерде мен тағы ақша не қылсам, ол да сіздер сияқты азаматтардың ақшасы. Ертең мен үстімнен шара көреді. Сендер мына су тұрғанда тағы да ұңғыманы сатып алып отырсыңдар. Мен айттым, мына су болмаса, мен мына ұңғыманы сатып алып, мемлекет мұқтажға беріп, сөйтіп бере салайық деп ойладым. Түсініп ма? Мен екеуі бірдей сатып алуға дұрыс емес ол. Ол заң көтермейді онда. Қазір енді нақты не шара көресіз? Мына бірінші жол былай. Нақты шара мен өзімнің әкімшіліктің міндетін орындау керекпін. Мына Ақбұлақ бойынша берілген қаржыны, сосын өткізген жүйені мен ақауларды туралап суды жеткізіп беру керек. Болды. Екінші, мына ұңғыма бойынша тапсырма беремін. Кімге бересіз тапсырманы? Прокурорды берді. Жоқ, прокурормен тапсырма бере алмаймын. Өзім аппаратым бар. Сіздер мына ақылдасып аудан шешім шығарған аудан ешқандай аудан жерге жауапкер аралменен инспекция мәселесі. Енді тоқтап тұрсаңшы, сіз мені тыңдамай жатырсыз. Тыңдап жатырмын, айта беріңіз. Бірінші кезекте шешімді бұзуға. Заңсыз берілген, өйткені ұңғыманың айналасын дұрыс бермеген. Дұрыс па? Екінші, ұңғыманың заңдылығын тексереміз та, егер ол заңсыз болса, бұлардың разрешениесін бұзамыз.
егер де біз соны сотқа беріп, енді кім атынан беру керек ол сотты? Әкімшілік береміз ба, немесе үкіметтің несін не алатын прокуратура бере ма, немесе кім жер инспекция бере ма? Қазір соны біз анықтау керек. Мен сізге қазір мынау береді деп айта алмаймын. Мен беремін, анау береді деп. Бір өтініш жасасам бола ма осы жерде? Иә. Жер инспекциясынан ала салыңыздаршы, іс әрекетті прокуратураға өткізіңіздерші, ол біздің Түркістан облысы бойынша. Маған бағынбайды, олар министерство. Өтініш жасауға болады, жазбаша өзіңіздің тарапыңыздан. Себебі жер инспекциясының ондай мүмкіншілік бар ма? Жоқ, құзыретті жоғары тұрған орын бар ғой. жер инспекциясының іс әрекетінің егер инспекцияға сенімсіз болатын болса, жұмбақ болып тұр ғой бұл кісілерді. Өтіп қағаздар жібереді канцелярия арқылы. Жоқ, біз егер де сіздер бере алмасаңыз, біз министерство келісімін жасайық онда. Осы бойынша нақты мерзім бола ма осы жерде? Мына былай қылайық. Сіз заңды өкілсіз ғой. Иә. Бізбен бірге мына аудан әкімі біздің аппараттан кім белгілейміз, бірге жасаңыздар. Комиссияға қосам деген қоспапты біретті ше. Мен де қосам деген бола ма солай? Болады. Сіздер өзіңіз көріп отырасыздар. Мынау кетті құжат, міне әкімшілікте не болды, мына жаққа кетті, соның процесіне сіздер де бірге қатысып жүрсіздер. Келісіп па? Мен істеп беремін. Сіздерді бір алдап не жоқ. Еліміздің тыныш болған жақсы, осы вопрос шешкен жақсы. Сіздер дұрыс түсіністер. Дархан енді бір өтініш. Мақұл, оңаманға айналасын, өтен адамға емес өзіміздің халқымызға былай болады. Сіздер дұрыс түсіністер. Егер де мемлекет мұқтажға алып қойса, оны екінші, оны жекешелендіруге болмайтын қылып, сол аудан несінде қалдырамыз да, бәлегені қорғау аймағы бар емес, соны бекітіп, оны неге бермеймін, ешкімге бермеймін. Өз сөзді қолдансын. Мен де уже одан өттім, жеке меншікке, жеке жайылымға беріңдер дейді, беріп алдым да, сосын ол басқа біреуге өткізіп жүрген де, тағы болмас соттасы болсын. Халықтың есебінен қоршалып берсе ол өзімізге қалса болды. Мен сіздерге уәде бергенде, декабрьдегі мына қаржысын бөліп бердім, арнайы адамдар жіберіп, міне биыл уже 45 миллион теңге қазір конкурсын өткізіп бітіп қалса, онда тез бітіріп, суды қазып бір жағынан қамтамасыз етілсе, оңға ол бөлек, суға бөлек, оны бөлек соттаса береміз. Келісіп па? Өйткені мен мына жерден шешім қабылдадым, анан ұңғымасын қабылдадым деп айта алмаймын, түсіністер. Осы бойынша мерзім қоя аласыз ба? Не, исполнительный мынау біз жер мәселесі бойынша қанша уақыт бересіз? Сотқа беруге. Бізде берілді ғой, қазір соны нақтылаймыз. Егер қанша уақыт айтсаңыздаршы, мен қазір протокол енгіземін, сосын бұл кісілер аудан әкімімен біздің аппараттан неге кіреді, комиссия кіреді, күнде мынау қағаз кетті, міне сотқа мынандай кезде қаралып деп қарап отырамыз. талап арыз бізде жобасы дайын, оны жолдаймыз. Қанша уақыт? 15 күнде береміз. Құдай қаласа, болды. 15 күнде, міне 15 күнде біз айтып отыр. Жаңағы ауыл бойынша. Бағана Сұлтанбек қожанов бойынша. Үсенов ауыл бойынша. Теке ауыл бойынша. Теке ол басқа. Мен қазір сізге өзім заңсыз нәрсені ештеңе айта алмаймын. Бәрі құжат нақтылы. Мен сізге жаңа алдында түсіндіріп айттым ғой, недра бойынша жердің құжаты бар, басқа бар. Мен заңсыз ба ол сіздер мен сол осы сөз жаттап жоқ, бұны айтып жатқаным былай болды. Бұл бірінші өз тексеріп алу керек дейді. Заңды. Егер заңсыз болса, сол кезде мен неге бере аламыз. Бере аламыз. Заңды болса мен бере алмаймын. Бұл кісі заңсыз болатын болса бере алмайды. Ал осы күнге шейін мына кісіге уәде беріп келе жатыр да, бірақ нақты құжат жасалынбаған ғой, мен кеше таныстым. Ешқандай әрекет жоқ. Осындай мен кете беремін. екі нәрсе сіздер бұл жаққа шағымдансыздар ма? Сіздер екі нәрсе шағымға жауап бердіңіз ба? Сотқа жіберілді деді ғой, бірақ өтіріктің қағазы ше. Ал сотқа бердік деп онда сіздің жауабыңыз сотқа бердік деп мен 14 қазаннан жоқ, енді освобождать қазаннан жоқ. Жаңадан келесіз. 11 қазанда сотқа талап арыз жолданған.
біздің тараптан. Мына кісілер подтверждать етіп отыр, на доработку жіберген. Қашан? Жұмыста на доработку Жоқ, қай уақытта? Бізге қазан айында белгіледі. Қазан 10 ай ма? Қазан аясында. Өтірік қағаз ғой ол. Сіз информация білмейсіз ғой. Өтірік қағаз ғой. Қазір нақтылап отырмыз, байланыс. Шығыс саны берілген қағаз бар фирменный бланк, бірақ сотқа өтпеген ол. Жоқ. Анау осы Сауран ауданының юристі біледі, ол кісі менімен келіседі да, жоқ ондай нәрсе, происхождение, филькина грамотаны ол. Жоқ, түсіндім, ол кісінің иелерінің бәрі жеке кәсіпкер, ол Сауран ауданының сотына келмейді, түсініңізші, эконом сотқа барады. Біз қазір мынау Дархан Амангелдіні көрсеттім ғой қағазды, өтірік қағаз ол. Сіз неге фантазияға сеніп тұрсыз қазір? Қараңызда енді сіз бірінші рет сот жазасыз. Октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль не деген 5 ай бойы қабылдамайтын сот ол. 5 ай бойы. 10 күнде қабылданатын нәрсе. Астанада тұрған жоқпыз. Егер біз екі күнде қамап қояды аға. Причем здесь Астана? Екі күнде қамап Өтем барайыз. Письменный жауап бар еді. Соттан письменный жауап бар деп Жоқ, соттан, экономикалық соттан бар ғой, Түркістан облысы. Осы октябрь бойынша былай бұл жерде енді бұл кісілер бұл жауап бермей отыр. ойына көріп қой Жауап бере алмай отыр. Алтынбек. Онда былай қазір прям осыдан шығып, кім біздің аппарат, сіздер жер инспекциясына барыңыздар. Мына сіз барыңыз, кім біздің аппараттан, сіз барыңыздар да біткен екен. Бәрін қабылдап болған. Сіздер сол жерде анық қанығын қандай тексеріс, егер шағым болса, сіздер жауап беру керексіздер. Ол заңды ма, заңсыз ба екен? Егер де сіз айтсаңыз, ол кәсіпкердің алған заңды болса, ол кісілер білетін еді. Мұны заңды деп жазып берді деп қазір айтар еді. Онда айтып отырған жоқ. Сіз сотқа бердік деп осы. Значит, ол жерде бір кемшілік бар ғой. Иә. Былай түсіну керек. Екі жер учаскесі бұл жерде. Қожанов ауылы и Теке ауылы. Теке ауылы бойынша біздің тараптан жауап берілген деп отыр бұл жерде. Сотқа талап бар. Қожанов Текенің вопрос шешіліп қойды. Текені забудьте. Сіз бір нақтылаңызшы, мен Қожанов ауылының жеріне қатысты, мен өзім как жер маман и уәкілетті осы функциясы таныстырылған мекеме ретінде айтайын. Біз заңдылығына зерделеу жұмыстарын жүргіздік, жаңа айттым. Су ұңғымасына 2001 жылы 4 сәуірде министрлікпен, арнайы министрлікпен су қазбаларын өндіруге және қолдануға арналған өзінің ядросы бар. Жер мен үстіндегі ғимарат бір-бірінен ажыратылмайды. Соның жанына 1 гектар жер абаттандыру, көгалдандыру деп 1 гектар жер учаскесі берілген. Мақсатымен пайдаланып отыр ма жер? Абаттандыру, көгалдандыру бересіздер де байня салып отыр. Бұл дұрыс па? 2018 жылы Шұқай ауылы округінің әкімінің шешімімен сол бұзу керек қой, күшін бұзу керек қой, заңсыз. Жер учаскесінің айналасында, ұңғыманың айналасында жер учаскесі нысаналы мақсаты баня монша үшін өзгертілген. Кім өзгерткен соны? Соны қолдан кісен қамап қою керек, болды, бітті. Вопрос шешілді. Жер комиссияның қорытындысы бар. Әкім шешім жер комиссияның қорытындысы негізінде қабылданады. Қай жылы өзі? Архивтер 2018-де. 2018-де? 2018-де абаттандыруды баня деп ауыстырған ба? Нысаналы мақсат. Сол адамның қолына кісен қамап қою керек, болды, бітті. Мына жерде факт дейді, коррупция. Айтылмайды ғой, мен енді айтылмайды. Жер заңнамасы бойынша, жаңа айттым ғой, нысаналы мақсат. Закон о недропользовании, анау Бана недр бар ғой, сіз айтып отырсыз ғой, недр бар деп. 50 метрден ары қарай берілу керек. Жер байлығына, өкіметтің, халықтың байлығына ешкім тиіспеу керек. Ол сатылмайды, берілмейді арендаға. Баня ұңғыманың тура үсті баня үшін өзгертіліп кеткен жоқ. Айналасында жер учаскесі. 50 метр ары қарай болу керек. 50 метр минимум период. Бірінші жылғы шешім бар ғой, сол министрліктен келген, соның жалған немесе өтірік екен туралы запрошение сұратып көрдіңіз ба? Мен өткен ондай құжат көрген жоқпын да кеше. Менің көргенім сол кездегі ауыл округтың әкімі шығарған шешімді ғана көрдім. Бір соттың. Ол шешім заңсыз шығарылған. Именно ол ұңғыманың бетіне шығарылған емес ол. Вообще-то атқорымға шығарылған. Копия ма сонда? Атқорымға шығарылған. Мүмкін оның ситуациясы бар жоқ. Атқорым басқа жерде шығар. Біз тек жерге ғана айта аламыз да, біз жұмыс тобымен құрылған кезде бүкіл құжаттар жинастырылып қарап жиналған кезде жұмыс тобының құрамында болған. Осы құжат анықталды, одан кейін Арал Сырдария бассейн инспекциясын 2026 жылға дейін
спец разрешениесі бар. Мен Соны аргументтермен шығар, бұл күшін бұзып ал суға қатысты жерді алған ғой жаңағы адам. Жерді менікі деп алғаннан кейін мынау кісілерге барған. Біреудің жердің үстіндегі сен не арендаға беріп жатсың дегеннен кейін арыс бассейні жаңағы әйелге бере салған ғой 5 жыл арендаға. Біз кім бұзған? Әйтпесе біздің арендада тұрған ауылда. Соны бұзып бере салған мынау кісілер. Жерім біздікі десе. Өтірік пе айтыңызшы? Арыс бассейнінің кінәсі. Танымаймыз. Танымаған ғой жер салынған. Оны мен айтқаным ғой, еттестіріп, маған пока суд доделал, соңына дейін барынша екі жақ суды пайдалану үшін 50-50 деп келістірдім да, осылай сөйтіп бөліп алайық. Бірақ біз соңына дейін әлі процедуралық мәселелер көп қой. Министерстводан запрос, басқа запростар жасап, соны тоға түйені суды пока бөліп алып, екі баняға ауылға барған баняны Олай бірінші кезекте бағана айттым, ақбұлақ бағдарламасын ретке келтіріп, суды былай жеткізіп бере береміз. Екінші кезек бізде мына ұңғымен айналысамыз. Ұңғымада біз әкімшілік, біз өзіміз сотқа бере алмаймыз. Оған арнайы госорган бар, жер инспекция. Жер инспекцияны сіздер қарап, бірінші жер мәселесін қалай рұқсат берді, соны 2018-де ауыстырып неғып, соны шешім жұмыстар көріңіздер, қалай не жасау болады. Юрист бар, аппарат бар, жер инспекция бар. Болмасам тағы да шағымданыстар бұларға. Соны қараңыздар. Бұл кісілер сіздер көріңіздер заңдылығын. Заңсыз деп айта алмаймын мен сіздер. Нақты айта алмай тұрмын. Әкім мырза, нақты айта алмай тұрмын. Абдулла Үсенов деп әзірдің өзіне сөзін бұрмалап тұр. Бізге керек Абдулла Үсенов емес. Енді мен қазір не деп жатыр деп жатқан жоқпын. Қазір осыдан кейін біз не жасаймыз, соны істейік деп жатырмыз ғой. Бірінші жер, екінші мынау. Департамент экологияда судың ана ұңғыманы берген несін бір қарап сіздерді бізге арызданса, мен жаңағы ұсыныс берейін деп бұл кісілер бізге арызданса департамент экология 2-3 белсенді адам келсін, мен қабылдаймын. Департаменттің басшысын маған келе беріңіз, есік ашып, сол жерде арызды инспекторлармен бірге түзейміз, түзетеміз, сөйтіп арыз тастаймыз. Мен тексеріп, сонда айта аламын. Қалай ол дұрыс беріп, сондықтан 2-3 адам келсін маған, белсенді. Мен есігім ашық. Бірге сол жерде ақылдасып, жазып, Басқа сұрақтарыңыз бар ма? Жігіттер бәрі дұрыс қой. Бір мәселе, енді бәрі бір мәселені айтып жатыр ғой. Егер де сіздерді қабылдап ар жүріңіздер болмайды деп тұрса, ренжуге болады. Қазір облыс әкімі бәрін тыңдады. Тиісті азаматтарға тапсырма берді. Енді осының қорытындысын күту керек. Күтіп жүрміз ғой, жарты жыл бар күтіп жүрген. Сендер бұрынғының бәрін айта бермеңдер, шайландырып келіп. Бір сөзді қайталай беріңіз. Ол енді шешіледі.